Қазіргі қоғамда Эверест байлықтың, асқан тәкаппарлық пен сәттіліктің басты символына айналды. Инстаграм парақшалары мен жаңалықтар таспасы бізге тауды бағындырған жеңімпаздардың жарқын күлкісін ғана көрсетеді. Егер қалтаңда $100,000 болса, жергілікті гидтар сені шыңның басына арқалап шығуға да дайын сияқты көрінеді. Бірақ бұл тек алдамшы көрініс. 8,000 биіктіктен жоғары аттанған сәтте жер бетіндегі заңдар, мораль, этика, тіпті адамгершілік деген ұғымдар өз күшін мүлдем жояды. Ол жерде сенің банктегі миллиондарың, қоғамдағы атағың мен шексіз билігің бір жұтым оттегінің құнына да татымайды. Альпинистер бұл жерді өлім аймағы деп атайды. Бұл табиғатты бағындырмақ болып, оның мәңгілік суық күзетшісіне айналғандардың шынайы жасырын тарихы. Бүгінгі шығарылымда біз сендермен бірге Эверест шыңын бірге зерттейтін боламыз. Адам баласы теңіз деңгейінде өмір сүруге бейімделген тіршілік иесі. Біз жұтатын ауаның 21% оттегі құрайды, және бұл біздің миымыз бен жүрегіміздің қалыпты жұмыс істеуіне толық жеткілікті. Алайда Эвересттің 8,000 метрлік шекарасына жеткенде атмосфералық қысымның төмендігі сондай, ауа құрамындағы оттегінің деңгейі 30%-ға дейін құлдырайды. Бұл ғылымда гипоксия деп аталады. Бірақ бұл жай ғана медициналық термин емес. Бұл ағзаның тірідей іріп шіру процесі. Ауа қатпарланған тау тығыздығында өкпе қоршаған ортадан қажетті оттегіні ала алмайды. Соның салдарынан адам қанындағы гемоглобин деңгейі бұзылып, ағза өзін-өзі құтқару режиміне көшеді. Ең алдымен қан айналымы маңызды мүшелерді, жүрек пен миды сақтап қалу үшін қол мен аяқтан кері тартылады. Бар жоғы бірнеше минуттың ішінде альпинистің саусақтары қарайып, үсік жүре бастайды. Егер қолғапты сәл ғана шешсең, терің мұздаған металға жабысып, етігіңмен бірге сыпырылып қалады. Бірақ ең қорқынышты соққы адамның санасына беріледі. Оттегінің тапшылығынан ми жасушалары ісіне бастайды. Бұл медицинада мидың жоғары биіктіктегі ісінуі деп аталады. Осы сәтте альпинист өз-өзіне бақылау жасаудан қалады. Ол қай жерде жүргенін, есімі кім екенін ұмытады. Ми есінен алжасқан соң, денеде парадоксалды құбылыстар басталады. -40 градус аязда адамға кенеттен денесі күйіп, өртеніп бара жатқандай әсер етеді. Бұл құбылысты ғалымдар парадоксалды шешінуі деп атайды. Есін жоғалтқан альпинист өзін құтқаратын жалғыз жылы киімдерді жұлып тастап, мұздың үстіне жалаңаш жатады да бірнеше минутта мәңгілікке ұйықтап кетеді. Дәл осы сәтте өлім аймағының ең қатыгез заңы этикалық коллапс басталады. Егер 8500 метр биіктікте қасыңдағы серігің құлап, мен жүре алмаймын десе, бұл оның өлім үкімі оқылды деген сөз. Оны арқалап төмен түсу мүмкін емес. Егер онымен өзіңнің оттек баллоныңмен бөліскің келсе, немесе оны төмен қарай сүйрегің келсе, бұл сенің энергияң 3 есе тез таусылады деген сөз. Ал бұл дегеніміз бір өліктің 2 өлікке айналу деген сөз. Сондықтан Эверестте ең жақын достардың, тіпті ерлі-зайыптылардың бір-бірін тастап, үнсіз көздерін жұмып, шыңға қарай жүре берген жүздеген оқиғасы тіркелген. Ол жерде тек қана бір ғана мақсат қалады. Қалайда тірі қалу. Адамгершілік, мейірімділік пен жанашырлық 8,000 метрден асқанда оттегімен бірге бу болып ұшып кетеді. Егер сен альпинизмнен алыс адам болсаң, кемпір қосақ алқабы деген атауды естігенде, көз алдыңда ертегідей әдемі, табиғаты ғажайып мекен елестеуі мүмкін. Бірақ Эверестте бұл сөз мүлдем басқа, сұмдық мағынаға ие.
Ол әлемдегі ең биік, ең ашық және ең қатыгез мазар. Бұл алқапта 200-ден астам альпинистің мәйіті оңдаған жылдары бойы сол күйі жатыр. Неге кемпір қосақ? Себебі қайтыс болған адамдардың үстіндегі қымбат синтетикалық курткалары қызыл, сары, көк, жасыл түстермен мәңгілік мұз астынан солай ерекшеленіп көрінеді. Эверестте климат ерекше. Мұнда бактериялар өмір сүрмейді. Ауа райы өте суық әрі құрғақ. Соның салдарынан бұл денелер шірімейді. Олар табиғи түрде мумияға айналып, уақытты тоқтатып тастағандай, өздерінің соңғы демін алған сәттегі күйінде бұзылмай сақталып тұр. Оларды бұл жерден төмен түсіру техникалық тұрғыдан мүмкін емес жағдай. Бірде-бір тікұшақ бұл биіктіктегі сирек ауада ұша алмайды. Қанаттары қарысып, құлап түседі. Ал бір мәйітті төмен алып түсу үшін кем дегенде 8 шерпаның өмірін қатерге тігу керек. Сондықтан бұл мумиялар тауды бағындыруға шыққан өзге де мыңдаған альпинистердің көз алдында мәңгілікке қала бермек. Эверестке шығып бара жатқан әрбір адам міндетті түрде кездестіретін бір мәйіт бар. Оны әлем жұртшылығы жасыл бәтеңке деп атайды. Бұл 1996 жылы сұмдық боранда адасып 8500 метр биіктікте үсіп өлген үндістандық шекарашы Цеванг Палжордың денесі. 30 жылға жуық уақыт бойы оның денесі сол үңгірде тауға баратын жалғыз соқпақтың жиегінде жатыр. Оның жап-жасыл етігі шыңға бет алған әрбір альпинист үшін ресми емес, тірі жол көрсеткішке айналған. Тауға шығушылар жол сапарын талқылағанда жасыл бәтеңкеге жеттің бе? Демек шыңға аз қалды. Немесе жасыл бәтеңкенің қасында демалуға тоқтаңдар деп айтады. Бір сәт елестетіп көрш, біреудің ұлы, бауыры қазіргі таңда тау кезген туристер үшін жай ғана шыңға қанша километр қалғанын білетін суық ескерткішке айналған. Эверест ешкімді аямайды. Еркекті де, әйелді де. Ханнелоре Шмац бұл таудың құрбаны болған алғашқы әйел альпинист. 1979 жылы шыңнан қайтып келе жатып, ол өзінің серігімен бірге Саут-Кол аймағында түнеуге мәжбүр болады. Шерпалар оған бұл жерде қалуға болмайды, төмен түсейік деп жалынса да, Ханнелоре шаршағанын айтып, отыра кеткен. Ол сол отырғаннан қайта тұрмады. Оның өлімінен кейін сұмдық жағдай басталды. Ханнелоре рюкзагына арқасын сүйеген күйі, көздері ашық, шаштары соққан боранда желбіреп, тура жолдың шетінде 20 жыл бойы тұрды. Оның ашық көздері шыңға бара жатқан әрбір адамға тура қарап тұрғандай әсер қалдыратын. Оның денесін төмен түсіруге тырысқан Непал полициясының инспекторы мен шерпасы құздан ұшып, өздері де қаза тапты. Тау өзінің тұтқынын бергісі келмеді. Тек 21 ғасырдың басында ғана аса қатты соққан дауыл оның денесін төмендегі шыңырау құзға ұшырып әкетті. Дәл осындай тағдыр 1998 жылы американдық Фрэнсис Арсентьевтің де басынан өтті. Оны альпинистер ұйықтап жатқан ару деп атап кеткен. Ол 2 күн бойы 8500 метр биіктікте тірі жатты. Оның қасынан өткен альпинистер өліп бара жатқан әйелдің «Мені тастамаңдаршы, мені құтқарыңдаршы» деп әлсіз дауыспен жалынғанын естіді. Бірақ ешкім көмектесе алмады. Олар оның баяу қатып, өлімінің құшағына енген тек үнсіз бақылаумен ғана шектелді. Эвересттің ең қараңғы, ең қорқынышты жағы тек тау бөктерінде шашылып жатқан мәйіттермен ғана шектелмейді. Бұл таудың қазіргі таңда бүкіл әлемнен жасырып келген өте лас, жиіркенішті әрі масқара экологиялық құпиясы бар. Бұл жердің байырғы тұрғындары шерпалар үшін Эверест жай ғана тау емес. Олар бұл шыңды Джомолунгма, яғни әлемнің тәңір анасы деп атайды. Шерпалар тауға шығар алдында арнайы құрбандық шалып, дұға оқып, қасиетті мекеннің мазасын алғаны үшін кешірім сұрайды. Алайда ақшаның буына піскен шетелдік бай туристер бұл қасиетті шыңды әлемдегі ең биікті қоқыс жәшігіне және ең лас дәретханаға айналдырды.
Жергілікті халық шетелдіктердің қалдырып кеткен нәжістерін өз арқаларымен тасуға мәжбүр. Деректерге сенсек, Эверест шыңдарында жыл сайын 12 тонна адам нәжістері қалып қояды. 8000 метр биіктіктегі -40 градус аязда табиғи шыру процесі мүлдем жүрмейді, бактериялар өлмейді. Адамнан шыққан ластық сол сәтте ақ тас болып қатып, ондаған жылдар бойы мұз астында тап-таза күйінде сақталып тұра береді. Ең сорақысы жаз айларында басталады. Күн сәл жылынып, мәңгілік мұздар ери бастағанда, бүкіл Эверест бөктерін қолқаны қабатын, жүректі айнытатын сұмдық сасық иіс алып кетеді. Ал сен қалай ойлайсың? Эверест шыңын бағындыру үшін осындай керемет табиғатты осындай ластауға болады ма? Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыр. Қолдауларыңа рахмет. Екінші бөлім қажет болса, пікірге екінші бөлім деп жазып кет. Сау, саламат.